Қайырлы күн баршаларыңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте дәмді, әрі сыры созылып тұратын, жұмсақ, тез дайын болатын керемет пиццаның жасалу жолымен бөлісемін. Видеоның соңына дейін қараңыздар, бірге әзірлейік. Ең алдымен қамырымызды дайындап аламыз пиццамыздың. Бізге қажетті заттарымыз көрсетілген. Қамырымызға оливковое масло қоссаңыздар өте дәмді әрі жұмсақ болады. Мен осы түрін пайдаландым оливковое масломыздың. Ең алдымен суымызға тұзымызды, шекерімізді салып, жақсылап араластырамыз. Тұзымыз бен шекеріміз еру қажет. Ашытқымызды саламыз, араластырамыз. Ұнымызды алдын ала електен өткізіп дайындап аламыз. Араластырып алдық. Ұнымыздың ортасын ашып, сұйықтығымызды құямыз. Жақсылап араластырамыз. Оливковое масломыздың барлығын қимай бөліп құямыз. Құрамына не қосатынымыз, қанша граммнан қосқаным описание бөліміне жазып қалдырдым. Оливковое масломызды құйып, жақсылап бір келкі болғанша қамыр илеп аламыз. Менің әрбір салған видеоларым сіздерге бірінші көріну үшін менің YouTube каналыма тіркеліп қойыңыздар. Қоңырауша белгісін басып. Каналымда көптеген рецепттер бар. Алдағы уақытта керемет рецепттер болады. Осылай қамырымыздың иінін қандырып, жақсылап, артық су құймаңыздар, ұн қоспаймыз. Осылай қамырымды илеп, пакетке салып, 1 сағатқа қойып қойдым. Қамырымыз ашыды. Ашыған қамырымызды пакетімізден шығарамыз. Қамырымызды 2 бөлікке бөлеміз. Домалақтап аламыз. Енді сырымызды теркадан өткізіп дайындап аламыз. Мен осындай кома сырын пайдаландым. Өте дәмді болып шығады. Теркадан өткізіп аламыз. Енді дайындап алған қамырымызды ұн сеуіп отыра жайып аламыз, бір келкі болғанша. Оқтауымызды қатты баспай, қамырымызды жайып аламыз. Бір келкі болу керек қамырымыз. Қамырымды жайып дайындап алдым. Мен шетін өріп алдым. Ол міндетті емес, бірақ әдемі көрінеді. Егер өріп алсаңыздар, пиццамыздың қамырын осылай өріп алыңыздар. Осылай листімізге орналастырып, қалған шетін барлығын өріп алдым. Енді бұл ашыған қамыр болғандықтан вилкамызбен барлық жерін тесіп дайындап аламыз. Енді пиццамыздың соусын дайындап аламыз. Майонезімізбен кетчупымызды қосып, жақсылап араластырып, дайындап алған қамырымызға жағып шығамыз барлығын. Барлық шетіне өріп алған жерлеріңізге жақпай қойыңыздар. Барлық шетіне жағып дайындап алдым. Енді алдын ала теркадан өткізіп алған сырымыздың 100 грамын астына, пиццамыздың астына салып шығамыз барлық шетіне. Екінші шұжығымызды саламыз. Мен колбаса Нарлен фирмасының пайдаландым. Өте дәмді болып шығады. Және қызанақ қойдым. Осылай барлығын орналастырып алдым. Енді сырымызды салып шығамыз барлық шетіне. Сыры неғұрлым көп болса, соғұрлым пиццамыз өте дәмді болып шығады. Осымен дайын, қызып тұрған пеште пісіріп аламыз. 10 минутта пісіп шығады. Пиццаларымыз пісіп шықты. Өте әдемі көрінеді. Кесіп көрсетіп жатырмын. Өте жұмсақ.
әрі дәмді болып шығады. Үйде істесеңіздер, міндетті түрде осы рецептпен істеп көріңіздер. Осы рецептпен 2 пицца шығады. Қараңыздаршы, сыры қандай езіліп тұр, созылып. Өте дәмді. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Қош сау болыңыздар. Сіздермен бірге болған Таңжарқын.